Біз күнделікті өмірімізде кездестіретін өте қарапайым дүние бар. Мысал айтайық, мен қазір ауырып тұрмын, сондықтан даусым басқаша болуы мүмкін. Мына ішетін дәрілеріміздің ішінде де дәрі бар, оның пластигі бар, мына бір пластик бар, мына бір компьютердің да біраз бөліктері. Сонымен қатар әртүрлі дүниелерді, кофенің мысалы сырты, әртүрлі пластиктен жасалған дүние, одан бөлек дүниелердің барлығы, олардың ішінде бір дүние қатысады. Сонымен қатар көшеге шықсаңыз әртүрлі көліктер жүгіріп жүр да, жүгіріп жүр деген қалай кетті, көліктер жүріп бара жатыр. Олардың да жұмысы бір дүние бар, сонсыз жұмыс жасай алмайды. Әрине, сіздер оны уже біліп қойған шығарсыздар, не екенін, мұнай. Яғни бүгін бір нәрсе деп аталатын рубриканың екінші видеосы болады. Мұнай туралы айтамыз. Мұнайдың тарихы, мұнай арқылы сіз бен біз қалай ақша таба аламыз, басқа адамдар қалай ақша тауып жатыр, мұнай адамның тарихын, адамзаттың тарихын қалай өзгертті, сол туралы сөйлесеміз. Сондықтан кеттік. Қазақтар ең жиі баратын елді кім айтып бере алады? Комментарийға жазсаңыздар болады. Осы жерде отырған кісілер қалай ойлайсыздар? Қазақтар ең жиі Дубай. Дубай деген мемлекет негізінен кезінде мұнайдың астанасының бірі болғанда, қазір енді Дубайда адамдардың іскерліктің, бизнестің, қаржының отандарының бірі болса, ол мұнай арқылы көтерілген. Бірақ Дубайдың экономикасын білмейтін адам қазір толықтай мұнайға тәуелді деп айтуы мүмкін, бірақ экономикасын жақсы білетін адамдар біледі, мұнайдың экономикасы қазір, Дубайдың экономикасы қазір мұнайсыз да оп-оңай өмір сүре алады, себебі олар басқа саланы өте қатты дамытып жүрген. Бірақ барлығы да мұнайдан басталған. Туризм бар, басқасы бар, компаниялар бар, әуе жолдары бар, барлығы да мұнай арқылы келген. Неге? Себебі мұнай ол өте үлкен артықшылық береді. Мұнай ресурстарына ие болған мемлекет былай айтқан кезде көп жұмыс жасамай валюта, долларды өзінің еліне үйіп төгетін, долларды толтырып тастайтын мүмкіндік береді. Неге? Себебі мұнай бағанағы айтқаным сияқты адамдардың өміріне өте тығыз кіріп кеткен. Энергетика саласы, энергетика емес, мынандай өндіріс салалары барлығының ішінде мұнай болады. Осыған дейін біз ақша туралы сөйлескенбіз. Енді ақшамен пара-пар, маңыздылығы тіпті ақшамен бірдей деп айтуға келетін жалғыз дүние ол мұнайды айтса болады. Әрине, одан бөлек біз әлі тұз, қант, нан деген сияқты дүниелерді айтамыз. Бірақ телевизорды ашыңыздар, жаңалықтарды ашыңыздар, немесе кез келген жаңалықты қараңыздар, ең көп талқыланатын дүние мұнай. Неге? Себебі ол саясатта рөлі өте үлкен. Жалпы мұнай қайдан пайда болды десек, ол негізінен баяғы өткен заманнан бүкіл әлем мұнайдың бар екенін білетін. Мұнайды тіпті қалай қолдану керек екенін де барлығы білген. Кезіндегі Иран даласында ең алғаш мұнай дейтін, енді аңыздар ма екен, мүмкін шындық па екен, Иран даласында мұнай дейтін далаға былай атқып жатқан, сол кезден бастап адамдар мұнайды қолдана бастаған деп айтады да. Қалай қолданды? Басында енді мұнайдың өзінің әртүрлі қасиеттері бар да. Біріншіден кішкене жабысқақ, екіншіден ол мысалы сумен бір-бірімен еріп кетпейді, судың ішінде еріп кетпейді, судың ішінде бөлек тұрып қалады. Оны қалай қолданады? Оны білген адамдар кеменің сыртына, мысалы аяқ жақтарына мұнайды жағып қойғанда, сол кезде ол суды өткізбей кемеге өте жақсы көмектесетін болған. Сонымен қатар мұнайдың жанатын қабілеттерінде барлығы білген. Бірақ бір ерекшелігі мұнайды жану отын қалай қолданатынына көп адамдар ми жетпеген. Тіпті сол кездің ғалымдары, атақты ежелдің енді античный ғой, ежелгі ғалымдар, атақты адамдар мұнай адамзат пайдасына ешқашан жарамайды деп ойлаған. Неге? Себебі оның анау жану деңгейін, кейде ол атылады да, сондай жану деңгейін бағындыру мүмкін емес деп ойлаған. Сөйтіп, олар мысалы әртүрлі жолдарды қолданып көрген, мұнайды қолданады. Мысалы, кейбіреулер жара болады да, мысалы қолдарын кесіп алады, сыртқы жараны емдей ма деп жағып көрген кісілер, сол кездері сондай практикалар болғанда. Римдіктерде мысалы мұнайды ішіп көретін дүниелерде болғанда, енді сұйықтық болған соң мүмкін ішетін шығар деп, жылқыларына ішкізген, жылқылары ананы мұнайды ішіп алған соң жын ойнақ орнататын болған, адамдар ішкен кезде ауырып қалатын болған, сосын мұнайды дейтін кәдімгі шайтанмен байланыстыратын дүниеге қосып жіберген. Бірақ орта ғасырда барлығы өзгереді. Себебі орта ғасырда арабтар, парсылар мұнайдан бомба жасауды ойлап табады. Ал адамдардың ең жақсы көретін ісі қандай? Кім біледі осы жерде отырған? Білмейсіңдер ма? Анель, сен қалай ойлайсың? Адамдардың ең жақсы көретін ісі қандай? Соғысу. Бүкіл адамзат тарихын қарасақ, адамдар бір-бірімен соғыса берген. Және мұнайды бомба ретінде ойлап табу, мұнайдың
тіршіліктегі күнделікті өмірде емес енді жалпы қолданысын өте қарқынды дамытып жіберген. Арабтар мен парсылар орта ғасырда солай мұнайды жиі қолдана бастағанда, бірақ ол кезде мұнай тек қана патшаға тиесілі болған. Яғни сен өзіңнің үйіңнің жанында мұнай тауып аласың ба, бір жерде мұнай ытқып шыға ма, ол уже сенікі емес, ол патшанікі. Енді қалай ойлайсыздар? Қазіргі заманға өте ұқсас та. Себебі мысалы Қазақстанның кез келген жерінен, сіз Қазақстан емес, әлемде де кез келген жерден біз жерді сатып алыңыз, ол жердің үстіңгі байлық сізде, астындағы байлық сіздікі емес. Ол уже үкіметтікі, мемлекеттікі, біздің ұлтымыздың ортақ байлығы болып есептеледі. Дәл орта ғасырлардағы жүйе сияқты қатты ештеңе өзгермеген. Ал енді мұнай қалай біздің өмірімізге, күнделікті тіршілігімізге еніп кетті? Ол үшін жарық деген дүниені түсінуіміз керек та. Ежелден бері жарыққа адамдар қатты ұмтылған. Жарықтың ортасында, ошақтың ортасында көп дүниелер талқыланған. Сондықтан мысалы отбасы деген отпен байланысады да, немесе ошақтың қасы деген сияқты қазақтарда да көп сөздер бар. Осы жарықпен тығыз байланысты болады. Және 20 ғасырға дейін бүкіл Еуропада, ол кездері Еуропа деген бүкіл әлем деп қарай берсек болады да. Себебі бүкіл экономика, басқа дүние сол біздің дейтін қазіргі экономиканың кез келген дүниенің тарихы сол Еуропаның тарихымен тығыз байланысты. Сол Еуропада, басқа жерлерде киттің майын жарық ретінде өте көп қолданған. Тіпті киттің майы соншалықты керек болғаны сонша бір кездері киттар деген түр-түрінде, биологиялық түр-түрінде жер бетінен жойылып кететіндей жағдайға жеткен да. Киттарды құтқарған жалғыз ғана продукт ол мұнай деп айтса болады. Себебі қазір мұнайды ойлап таппасақ, мүмкін кит сияқты алпауыт балықтар толы сүтқоректілер ғой, сондай сүтқоректілерді біз өмірімізде көрмейтін едік. Киттің майы өте ұзақ жанатын, тұрақты жанатын дүние болғандықтан өте қымбат болған, бұрынғы заманның мұнайы болған. Сол киттің майы арқылы өте көп адамдар өте көп ақша табатын. Тіпті сіздер Моби Дик деген шығарма бар, соны оқып көрсеңіздер, как раз таки осы киттің майын қолдану, қалай табу туралы тереңірек жазылған. Кейін 19 ғасырда канадалық Абрахам Геснер деген кісі керосин деген дүниені ойлап табады. Сол сәттен бастап барлық өзгере бастайды. Әрине, керосин деген бірден барлығын жаулап алды деп айтпаймыз. Кез келген тауар бір жерде экономиканы немесе адамдардың күнделікті өміріне терең еніп жаулап алу үшін соны енгізетін адамдар, яғни кәсіпкерлер сияқты тұлғалар болу керек. Осы мұнайдың тарихында өте қарқынды, өте маңызды рөл ойнайтын тұлғалардың бірі Джон Рокфеллер деген кісі. Яғни осы уақыттарда ақш-та, Ресейде, Венгрияда мұнайдың орындары ашыла бастады және оны ең қатты таратқан Рокфеллер. Рокфеллер қандай дүние жасайды? Рокфеллердің тарихын оқыған кісілер болса, Джон Рокфеллер өзі туралы биографияда жазған, оның тарихын оқыған кісілер болса, ол екі түрлі дүниеге ең басты назар аударады. Сол оның өзінің жетістігі ретінде екі түрлі дүниені айтады. Ең біріншісі, ол мұнаймен айналысқанда барлық енді сол кезде лихорадка болды ғой, енді мұнайдан елдің бәрі жақсы ақша табатын болғандықтан, елдің бәрі мұнаймен айналысады. Өзі Standard Oil деген компания құрастырып, басқа кіші компанияларды қосымша сатып ала бастайды. Яғни біреу банкротқа ұшырап жатса сатып алады, біреудің жағдайы жақсы болса оны демпинг жасап сатып алады, келіссөздермен сатып алады. Жалпы өзінің осындай монополиясын үлкейте бастайды. Бұл бір. Екіншіден, мұнайдан ақша табудың жолы тек қана мұнайды сату емес, ол жерде үлкен күшке ие болу үшін мұнайды тасымалдау жолында ұйымдастыру керек екенін біледі. Сол кездері Америкада Вандербильт деген кісі болған, ол пойыз жолдарын басқаратында, сонымен келіссөздер жүргізеді. Сонымен қатар оның империясына қарама-қарсы мұнайдың құбырларын жасайды. Яғни Джон Рокфеллер мұнайдың құбырларын өте кең енгізген үшін өте көп ақша табатын болған. Америка тарихындағы ең үлкен, ең беделді адамдардың бірі. Тіпті қазір Рокфеллерлар отбасы деген ол Америкадағы және бүкіл әлемдегі ең бай, ең беделді, ең күші өте үлкен отбасылардың бірі. Жалпы алған кезде Рокфеллердің байлығы ол адам елестететіндей байлық емес. Ол кездері 1,4 миллиард долларды құраған оның байлығы. Мүмкін ол енді инфляцияның кесірінен қазіргі Илон Масктар оның жанында кішкене ойнамайды да. Сол инфляцияның кесірінен мүмкін ол қазір өте бай адам болар ма еді? Мүмкін адамзат тарихындағы ең бай адамдардың
бірі осы Джон Рокфеллер. Оның компаниясының аты Standard Oil болған, бірақ қазір сіздер Standard Oil'ды таппайсыздар. Себебі Америкада антимонополиялық қозғалыстар болды, және әртүрлі толқулар болды, әртүрлі соттар болды. Содан кейін Рокфеллер бір 90 жасқа келіп қалған кезде оның компаниясын бөлшектеу деген шешім қабылдадық, және ол шешімнің арқасында мекен кесірінен бекен мүмкін сіздер қазір білетін әртүрлі компаниялар бар да, мысалы ExxonMobil деген компания бар, Chevron деген компаниялар бар. Яғни ол бірнеше көп компанияларға бөлшектеніп кетті. Бірақ бір ерекшелігі, оның ең үлкен акционерлерінің бірі Рокфеллер болып қалып қалды, және өзінің беделін сақтап қалды. Бұл видео қаржылық еркіндікке жеткісі келетін адамдарға арналған. Немесе ақшасы, яғни ай сайын жақсы ақша табады, бірақ ақшасы қайда кетіп жатқанын білмей қалатын адамдарға арналған. Немесе акция, облигация, инвестиция туралы көп естіген, бірақ қалай бастаймыз, неден бастаймыз деген сұраққа әлі жауапты таппаған адамдарға, яғни бастағысы келеді, бірақ бастауға бір себеп болмай жүрген, немесе білімі жетпей жатқан адамдарға арналған. Осы видео 5-7 минутқа созылады, бірақ осы 5-7 минутыңызды барлық дүниені өшіріп тастап осы видеоға арнасаңыз, мүмкін сіз мүлде жаңа көзқараспен шығасыз, мүмкін осы моменттен өміріңіздің өзгеруі басталады. Менің атым Еркебұлан, мен қаржылық сауаттылық, қор нарығына инвестиция маманымын, өзімнің мамандығым экономика, адамдарға дәл осылай қор нарығында инвестиция жасау бойынша консультация беремін. Үлкен ауқымды курсым бар, ол жерде қаржылық сауаттылық, қаржылық еркіндік, акцияға инвестиция, инвестициядан ақша табу толықтай үйретем. Ол өте ауқымды курс, ол жерде 70 сабақ, барлық үй жұмыстары, кураторлар, өте көп дүниелер бар. Бірақ сол үлкен курсты бастауға мүмкін сіз әлі шешім қабылдай алмай жатқан болуыңыз мүмкін. Мүмкін сізді бірдеңе тоқтатып тұр, қорқып тұрсыз да. Үлкен курсты оқуға мүмкін уақытыңыз жетпейді да. Сондықтан сіздерге қалталарыңыз барлық адамның қалтасы көтеретіндей қысқа курс жасадым. Ол курстың ішінде қандай сабақтары бар? Ол курстың ішінде бірнеше сабақ бар. Ең біріншіден, инвестиция дегеніміз не? Оның терминдары қандай? Ішінде қандай акция, облигация деген сияқты басқа дүниелердің барлығы не? Қалай жұмыс жасайды? Осы сұрақтардың барлығына жауап береміз. Ол бір сабақпен. Келесі сабақта биржа деген не? Биржаның қандай түрлері бар? Ол биржада қандай брокерлар жұмыс жасайды? Осы сұраққа жауап береміз. Үшінші сабақта брокер деген кім? Оның комиссиялары қандай? Брокер бізге не үшін керек? Акцияны сатып алу үшін брокерлік шот ашу міндетті ме, міндетті емес пе? Үшінші сабақта соны жауап береміз. Төртінші сабақта мен өзім негізі 4 түрлі брокер қолданамын. Сол брокердің бірінен шотты қалай ашамыз? Одан акцияны қалай сатып аламыз, қалай сақтаймыз? Сол сұрақтарға жауап береміз. Және осылардың барлығын жинап алып, сіздерге өткенде $100 сатып алуға болатын акцияның тізімін берсек, осы жолы $10 сатып алуға болатын 24 акцияның тізімі, $20 сатып алуға болатын 24 акцияның тізімі, $50, $100, $200, $500 сатып алуға болатын 24 акцияның тізімі. Яғни әрбір тізімге 24-24-тен акция иллюстрациясымен сондай үлкен бір буклет жасадық. Ол буклетті сіздерге сыйға береміз. Сыйға болғанда енді сол курстың бір бөлігі ғой. Осындай мини курс, яғни кіріспе курс деп атадық. Кіріспе курс арқылы сіздер практикада акцияны қалай сатып алам? Ол не? Мен бекер сатып алып жатырмын ба? Не үшін сатып алып жатырмын? Яғни кішігірім осы салаға түсінікті қалыптастырып бастап кетуге көмектеседі. Ары қарай осы курстан кейін мүмкін сіздер осы салаға енуге, қаржыңызды дұрыстауға, менің үлкен ауқымды қаржылық еркіндік деп аталатын курсыма қарай өтуге сіздерге жақсы жол болуы мүмкін. Сондықтан осы курсты сіздерге ұсынамын. Бірден ожиданияларыңызға келейік. Тым керемет, ойбай, осы курсты оқи салып, әлемдегі бар ақпаратты біліп кетем. Инвестициядан бәрін білемін, ақша керемет қырып тауып кетем, қаржылық еркіндігім керемет болып кетеді. Ондай дүниелердің барлығынан бас тартамыз да, себебі акцияға, облигация, инвестиция деген кемінде 5-10 жыл талап етеді. Бұл біріншіден. Екіншіден, бұл енді бұндай кішкентай курста оның барлығын түсіндіру мүмкін емес. Бірақ өте үлкен қазына, бұл курс сіздерге осы жақсы керемет жол бар да, біздің барлығымыз айналып жатқан инвесторлардың жолы бар. Сол жолды бастауға, қадамдарыңызды жасауға көмектеседі. Негізі бағасы дейтін мен өткенде 15 000 теңге қоямыз деп шештік, бірақ дәл осы видеоны көріп отырған адамдарға 5555 теңгеден болады. Курсты қалай сатып аламыз? Сіздерге скидкамен 5555 теңге дедік, ешкімге жазудың басқаның қажеті жоқ. Осы видеоның астында сілтеме бар. Сол сілтемені бассаңыздар,
web.coursler.com'нан менің суретім бар және кіріспе курс деп аталатын курс ашылады. Бағасы 5555 теңге деп әдейі қойып қойдық. Ішінде сабақтарын көрсек, міне кіріспе сабақ, инвестиция терминдары, биржа және брокер, Jusan Investқа счет ашу, Jusan Invest инструкциясы деген бар, және осыдан кейін қорытынды сабақ деген бір сабақ болады. Осылардың барлығы қамтылған, және осыған рейтинг әлі ештеңе жоқ, себебі әлі ешкім оқыған жоқ та, сіздерге арнап жасадық. Сатып алу деген кнопка бар, көк. Сол сатып алу деген кнопканы бассақ, не шығады? Сатып алу деген кнопканы басқаннан кейін сіздерге мына жерде WhatsApp номерді енгізіңіз деп шығады. Осыған мен енді сіздерге қазір көрсетпеймін қандай WhatsApp номерді енгізіп жатқанымды, бірақ WhatsApp номерді енгізетін жолақ шығады. Сол жерге WhatsApp номерді енгіземіз. Мысалы, мен өзім номерімді енгіземін. Содан кейін қабылдаймын деген, ана жерде шарттарды қабылдайсыз ба деген птичка бар. Сол птичканы қабылдаймын дегенді бассаңыздар, сіздерге WhatsApp-қа код келеді. Ол код сіздің пароліңіз. WhatsApp-қа код келеді. Сол кодты былай ашасыздар. Сол кодты ашасыздар да, код енгізу деген ана жерде бар. Ана жерге бәрін шығарып қоямыз, көріп отырасыздар. Код енгізу деген жерге сол кодты енгіземіз. Ол сіздің пароліңіз. Соны басқаннан кейін уже қайта төлеу деген кнопка шығады. Соны басасыздар. Сол кезде төлем жолдары Каспи, карта, басқа дүние деген ең ыңғайлысы Каспи да. Сол Каспиді таңдаймыз. Содан кейін принимаю условия дегенді басамыз да, қайтадан төлеу дегенді жіберсек, сізге төлеудің инструкциясы шығады. Ол жерде ең маңызды дүние не? Ол жерде сіздің заказдың номері деген бар. Сол заказдың номерін дейтін міндетті түрде копировать етіп алыңыздар, немесе жаттап алыңыздар, ол міндетті. Соны жаттап алғаннан кейін сіздер жаңағы ары қарай деген кнопканы бассаңыздар, Каспи приложенияларыңыз ашылады. Сол жерде аты жөндеріңіз барлығы тұратын орын бар. Мұқият толтырыңыздар. Заказ номері, номер заказа деген жерге жаңағы кодты жазыңыз, яғни сіздер копировать етіп алған номер заказаны жазыңыз. Аты жөніңіз деген жерге міндетті түрде аты жөніңізді жазыңыз. Егер де сұрақтар болып жатса, сол инструкция сіздің жаңағы WhatsApp-ыңызға дублировать етеді, сол жерден оқып отырып жазсаңыз болады. Содан кейін барлық төлемдерді жасау дегенді басып, ең аяғында оплатить деген кнопканы басасыз. Басқаннан кейін 5 минут күтесіз. 5 минуттың ішінде жаңағы сайтқа қайтадан оралсаңыз, сіздің уже курсыңыз ашық тұрады, оқи бересіз. Егер де ол жерде сіздерге келмей жатса, бағана WhatsApp-қа сізге жазды ғой, сол жазған номерді добавить в контакт деп өзіңіздің контактыңызға қосып алсаңыз, Телеграмға ссылка бар, бот арқылы да оқи берсеңіздер болады. Яғни дәл осылай курсты сатып аласыздар. Бұл курс сіздерге пайдалы болады деген ниеттемін. Барлығыңызды осы курста күтемін. Бұл курстан өте жақсы білім алып шығасыздар. Мен оған сенімдімін. Білімдеріңіз берекелі болсын. Ал енді бастайық. Осы видеоның астында сілтемеге басыңыздар. Видеоны көрдім деп сілтемеге басыңыздар. Курсқа тіркеле беріңіздер. 5555 деген мен ойымша кез келген адамның қолы жететін дүние. Сіздерге арнап әдейі осындай арзан курс жасадым, оқыңыздар. Яғни керосин, ол кезде енді бұл мұнай өндірісі қалай дамыды да? Рокфеллер үшін. Ол үшін Рокфеллерға бензин емес, мұнайдан өндіретін ең басты өнім ол керосин болды. Яғни әрбір адамның үйіне мұнай арқылы жарық жеткізу ол ең басты тауарлардың бірі болды. Бірақ содан кейін Джо Форд деген кісі бар да, Харрисон Форд беді атын. Шыны керек қазір тура ауырып тұрғаннан атауын толықтай есіме ала алмаймын, бірақ Форд бәріміз білетін машина шығаратын Форд. Харрисон Форд. Сол Форд өзі ол немен атақты? Ол өзінің компаниясында ең бірінші рет машиналарды, көліктерді конвейерлік өндіріске шығарған. Яғни бір компания, мысалы айтайық, бір айдың ішінде бір машина өндіре алатын болса, Ford осы конвейерлар, яғни бір адамдар тек қана машина бір бөлігін жасайтын системаны құрастырып, бір айдың ішінде тіпті 30 машина шығаратындай да, яғни өте жылдам арзан машина шығарудың жолын ойлап табады. Осы жолды ойлап тапқан кезде бүкіл әлемнің адамдары осы машинаны уже арзанырақ сатып алып, күнделікті қолданысқа енгізе бастайды. Сол кезден бастап бензиннің рөлі керосинді ақырындап қуып жете бастайды. Оған дейін бензин ол жай ғана керосиннің побочный өнімі, яғни керек емес бір өнімі сияқты болған, оны төгіп тастайтын болған, оның там бұлай керосин сияқты ұзақ уақыт жағу да мүмкін емес, жақсаң атылып кетеді. Сондықтан көп қолданбаған. Бірақ осы машинаны енді физиканы түсінетін кісілер болса біледі, ол
іштей жану құрылғылары дейді да, мынандай поршендардан тұратын сол құрылғылар машинаның моторының негізі. Олар бензин арқылы жұмыс жасайды және бензинді өте қатты қарқынды дамытуға осы машиналардың дамуы мүмкіндік береді. Бензин 1907 жылға дейін, яғни 1907 жылдан бастап бензиннің шарықтау шегі басталды. Форд, Харрисон Форд деп қоямын, өтірік айтамын. Фордтың есімі Генри Форд. Міне енді есіме түсті. Генри Форд дәл осындай қозғалысқа қолданған. Харрисон Форд деген кім еді вообще? Білмеймін, атауы неге осы менің аузыма келіп тұр. Мүмкін сіз ол кісіні білсеңіз, осы комментарийға жазып қойыңыздар. Себебі ол да атақты кісі болғандықтан менің аузыма келіп тұр ғой да. Яғни сол моменттен бастап, машина өндірісінен бастап, бензин өте қарқынды дамыды. Ал Ресейге келетін болсақ, Ресейде мұнай саласын кім дамытты деп ойлайсыздар? Мен сіздерге айтайын, үш ұйықтасақ түсімізге кірмейді. Нобель, яғни Альфред Нобельдің балалары бар, екі Нобель. Сол Ресейде мұнай индустриясын өте қатты дамытқан, яғни Ресейдің бүкіл экономикасы ол Нобельдің атымен өте қатты байланысты болады. Қазақстанға келсек, Қазақстанда мұнайдың қайдан пайда болды? Ең бірінші рет 1860 жылдан бастап орыс ғалымдары бізде Жайық пен Жем өзенінің арасын біраз зерттеген, сол жерде мұнай бар екен ежелден белгілі болған, сол уақыттан бастап сол жерде мұнайды өндіре бастаған. Жалпы алғанда Қазақстанда мұнайдың тарихы сол кезден басталады. Кейіндері білесіздер, қазір біздің экономикамыздың алпауыт бөлігі осы Қазмұнайгаз, ол Кеңес одағы кезінде құрастырылған мұнай өндірістері бар да. Қазмұнайгаз біздің мұнайымыздың алпауыт компанияларының бірі, және сіз бен біз Қазмұнайгаздың акциясын сатып алып та байи берсек болады да. Қазмұнайгаз қазір реклама емес, ештеңе емес, просто мен өзіме де қазіргі 7 айлық қызыма да осы Қазмұнайгаздың акциясын сатып алып қойғанмын. Біз одан уже дивидендтар аламыз, бағасы көтеріледі. Сіздер де Қазмұнайгаздың акциясын сатып алсаңыздар болады. Әлемге келетін болсақ, жалпы 80-ге жуық мемлекет мұнай өндіреді. Ол мұнай өндірісінің алпауыт мемлекеттері, ең үлкен мұнай өндіруші мемлекеттер Ресей, ақш, Сауд Арабиясы, Мексика, Иран, Қытай, Біріккен Араб Әмірліктері, Ирак, Канада, Ұлыбритания, Венесуэла сияқты мемлекеттер мұнайды ең көп өндіретін мемлекеттер. Қазақстан бұл тізімде 18-ші орында тұрады. Сіздер ойлауларыңыз мүмкін. Так, егер де осы мемлекеттердің барлығы мұнайды керемет өндірсе, неге барлығы керемет бай емес деп, осы кезде мынандай дүниеге назар аударайық. Мұнай ол әрқашан саясаттың бір бөлігі болған. Мысалы, кейбір адамдар КСР Кеңес одағының құлауына ең бірінші себепші болған ол Сауд Арабиясы деп ойлайды. Неге десеңіздер, кезінде 80 жылдары КСР-ның экономикасы толықтай мұнайға тәуелді болған. Яғни мұнайдың бағасы сол жерде жоғары болғандықтан 80 жылдар мұнайға тәуелді болған, КСР-ның экспортында ең көп тауар мұнай болғанда, сол мұнайды сатып, ол басқа тауарларды сатып алатын, өзін осындай нефтяная игла деген сөзді естіген шығарсыздар, мұнайдың инесінің үстіне өзін отырғызып қойғанда, және бір уақыттарда Сауд Арабиясы бүкіл әлемге ренжіді ме, әлде Америкамен қақтығыстары болды ма, мұнайды өндіру бойынша шектеуден бас тартып, барынша көп мұнайды өндіре берген, ал мұнайдың ұсынысы тым көбейсе, бағасының қатты құлдырайтын белгілі. Осы қатты мұнайдың бағасының құлдырауына Совет одағының экономикасы төтеп бере алмай қалды дегенде түсініктері бар. Әрине, бұл версияның біреу ғана, оның версиясының миллион түрі бар. Осындай бір версиялар бар деп айтқым келеді. Яғни саясаттың өте үлкен бөлігі. Мысалы, Ирак пен ақш-тың ортасындағы соғыс, ол мысалы Саддам Хусейн Ирактағы мұнай компанияларын национализация дейді, яғни ұлттық компанияларға айналдыруының кесірінен деп айтады. Ол да версиялардың бірі, ондай версиялар өте көп, мен жалғыз версия деп айтудан бас тартамын. Иран, мысалы, Иранның шах кезінде Америкамен дос болған кезде, ол гүлденген мемлекет болған, кейін көтерілістер болып, ол жерде мысалы теократиялық мемлекетке айналған кезде мұнайды өздеріміз өндіреміз деген кезде оған бірнеше санкциялар болып, Иранның экономикасына да қатты әсер еткен. Яғни мұнай ол
экономикамен өте тығыз, саясатпен өте тығыз байланысты дүние. Мұнайдан өте жақсы нәтиже көрсеткен мемлекеттер де бар да. Ол мысалы Сауд Арабиясы, Біріккен Араб Әмірліктері сияқты да. ақш, Ресей мұнайды өте сәтті қолданады. Бірақ мұнайдың зардабында шегіп жатқан мемлекеттер бар. Олар өздері оны түсінбеуі де мүмкін. Мысалы Венесуэла деген мемлекет мұнайдың қоры бойынша әлемдегі алғашқы орындарға кіреді, бірақ ең артта қалған мемлекеттердің бірі. Яғни мұнайдың жай ғана бар болғаны сенің экономиканың керемет болатынын білдірмейді. Мұнайдың бар болғаны экономиканың керемет болуына мүмкіндіктер береді, сол мүмкіндікті біз қолдануымыз керек. Енді сіз бен біз осы мұнай арқылы қалай ақша табуымызға болады, мұнайды қалай қолдануымызға болады да? Ол үшін әрине біз инвесторлар болғандықтан мұнай шығаратын компаниялар бар. Сол компанияларға жүгінеміз. Солардың акцияларын сатып алуға болады. Мысалы, әлемде мұнай шығару бойынша, мұнайды өндіру бойынша, оны өңдеу бойынша да ең алғашқы қатардағы мемлекеттер қандай? Chevron, ExxonMobil деген бар да, Shell деген, Total деген, British Petroleum деген компаниялар бар. Солардың акциясын алатын болсақ, әркімнің бюджетіне сай акциялардың түрі деп есептесек болады. Мысалы, Chevron $145 сатып алсақ болады. ExxonMobil'ды, мысалы, Exxon деген тикермен да, $104 сатып алсақ болады. Shell'ды біз $65 сатып алсақ болады. Total, французский Total деген компания бар да, оны $68, British Petroleum деген $35 сатып алсақ болады, оның барлығын қолдана береміз. Бұл видеода енді ауқымды ғып андай бүкіл Африкадағы мұнай, Франция мен Африканың ортасында қарым-қатынас осы Тотальдың ортасында жүріп, Тотальмен бірге жүріп, Африканы қалай француздар тек қана шикізаттың ордасына айналдырған, соның барлығын талқылауға болатын еді, бірақ әрине біз біріншіден бүкіл әлемдік мұнайды қараймыз, сосын Қазақстанға қалай әсері болды, КСРО соған қалай әсері болды, соған көбірек көңіл бөлгім келді, себебі уақытта резина емес соза беретін, сіздердің де назарларыңызды ұстай беретін дүние емес та. Ал бұл видео сіздерге пайдалы болса, комментарийға жазыңыздар, мұнайды тағы да қалай өмірде қолдануға болады, және сіздер қалай қолданатын көріп жүрсіздер. Мұнайдың акциясына, мұнаймен айналысатын компаниялардың акциясына қызығатын болсаңыз, қай компанияның акциясын аламын деп шештіңіз, оны да комментарийға жазыңыздар. Және де осы видеоға лайк басып, достарыңызға жіберіңіздер. Мұнайдың тарихын, мұнайдың қайдан шыққанын, қандай әсері бар екен біліп жүрсін. Қазақ тілінде осындай зерттеу жасап түсіретін каналдар көбейе берсін десеңіздер, бұндай видеоларды көп қаралым жасап, шабыт беріп, бір-біріңізге таратып қолдап жүріңіздер.